Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін фрикаделькемен жасалынатын жаркое тағамын жасайтын боламыз. Ең алдымен пиязымызды осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Картофелімізді да видеодағыдай кішкентай бөлікшелерге бөліп 4 бұрыштап турап аламыз. Табамызға майымызды қойып, үстінен туралған пиязымызды, дайын фрикаделькеларымызды салып, жақсылап кішкене қоратын боламыз. Яғни фрикаделькеларымыз кішкене қызарғаша қорамыз. Фрикаделькеміз кішкене қуырылғаннан кейін үстіне 1-1,5 кеседей суымызды құйып, дәміне қарай тұздап, бұрыштап, орташа отта 15 минутта қақпағы жабулы күйде бұқтырып пісіретін боламыз. Фрикаделькемізді бұқтырып пісіргеннен кейін үстіне картошкамызды салып, қақпағын жауып, 20 минуттай картошкамыз піскенше жақсылап бұқтырып пісіретін боламыз. Мінекей біздің картопымыз, яғни жаркоеміз осылай дайын болады. Өте керемет дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер де видео ұнаса, комментарий, лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.